Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі ерекше болып шығатын бауырдақ тағамын бірге дайындайтын боламыз. Менімен бірге каналдан алыстамай видеоны соңына дейін бірге көріңіздер. Ең алдымен бізге қара малдың бүйрегі қажет болады. Міне мен бір бүйректі тұтастай пайдаланамын және бүйректі бүйрек майынан ажыратамыз. Көріп тұрғандарыңыздай видеодағыдай өте оңай алынады. Бүйрек майды да мен тастамаймын, май қорытқанда ұсақ етіп турап, тоң май шығарамын. Енді осы жүректі видеодағыдай ұсағырақ етіп, төрт бұрыш етіп тураймыз. Кішірек қылуымыздың себебі бізде бүйрек өте ұзақ піседі, сол себепті мінекей осылай етіп тураймыз. Келесі кезекте бізге бауыр қажет болады. Бауырды да шандырынан ажыратып аласыздар. Менде бұл жерде тура 1 келі 100 грамм бауыр. Сіздер бұл тағам үшін шамамен 800 грамм немесе 1 килограмм қылып алсаңыздар болады. Бауырды сыртындағы осы дәл пленкасынан ажырататын боламыз. Себебі бауыр қатты болып пісуі мүмкін. Сол себепті де осы сыртындағы пленкасын қолымыздың көмегімен жақсылап тазалап алып тастаймыз. Енді қазанымызға сұйық майымызды құямыз және де жаңағы турап дайындап қойған жүрегімізді салып, жақсылап қуырамыз. Ең алдымен біз жүректі салып қуырамыз. Мана айтып өткенімдегідей, жүрек ұзағырақ піскендіктен бірінші жүректі осылай жақсылап қуырып аламыз. Бүйрек қуырылып жатқан сәтте 3-4 бас картопымызды жақсылап ашып, жуып, тазалап, 4 бұрыш етіп видеодағыдай көлемде турап дайындап қоямыз. Мінекей біздің бүйрегіміз қуырылып жатыр. Келесі кезекте бізге пияз қажет болады. Мен 1 үлкен және 2 кішкентай пиязды пайдаландым. Пиязды осылай дәл видеодағыдай жіңішке етіп, ұзынша етіп турайсыздар. Және сарымсақ. Мен 4 бас алғашында алдым, бірақ кейіннен көп болатын шығар деп, біреуін алып қалып 3 бас сарымсақты пайдаландым. Бүйрегіміз қуырылып жатқан сәтте осы пиязымызды салып, жақсылап араластырып, өзінің сөлі пияздың шыққанша жақсылап қуырамыз. Сарымсағымызды осылай ұсақ етіп турап дайындап қойдық және бүйректің үстіне дәміне қарай тұз, бұрыш және де өзіңізге қалаған приправаңызды салып, тағы бір жақсылап араластырасыздар. Міне жуамыз әбден қуырылып болды және осы кезде жаңағы турап дайындаған картопымызды салып тағы да бір араластырамыз. Келесі кезекте шай кесемен ортадан жоғары су құйып, суымыз қайнағанша қатты отта ұстаймыз. Су қайнаған соң отты баяулатасыздар, орташа отта піседі. Енді бауырды осылай бір видеода көргенімдегідей осылай қаттырақ сілкейді екенбіз. Сол кезде бауырдың құрты бар жоғын анықтайсыздар. Енді бауырды осылай ірірек етіп 4 бұрыш етіп тураймыз. Себебі бауыр бізде қуырылу барысында кішірейетін болады. Мінекей бауырды дәл осындай көлемде турайсыздар. Енді біздің картопымыз жұмсарып пісуге жақындағанда жаңағы тураған бауырымызды түгелдей салып, тағы да барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Бауыр өте тез піседі. Шамамен 15 минут аралығында ұстайсыздар. Одан артық ұстап қажет емес, себебі бауыр көп қайнаса қатып кетуі мүмкін. Және пісуге 5 минут қалған кезде мен осылай сарымсақты қосып жіберемін. Өте дәмді болып шығады. Мінекей, осымен біздің өте дәмді әрі ерекше болып шығатын бауырдақ тағамыз дайын. Мен осындай үлкен табақшаға салып ұсындым. Өзінің сөлі көп мөлшерде бөлініп, нан батырып жеуге де тамаша болып шықты. Сіздерге де міндетті түрде менің рецептіммен жасауға кеңес беремін. Егер сіздерге видеом пайдалы болып жатса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен түрлі жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.